Ассалаумалейкум қыздар, қалайсыздар? Сіздермен осындай распаковкамен бөлісейін деп тұрмын. Бұл машинада түсірілген, сондықтан фонға мән бермейміз. Алдымен каналға тіркеліп лайк басып қойыңыздар. Мен осындай екі ініме спортивный киім бердім. Іші термо, мындай терлетуге арналған. Үлкен размерді бердім. Асты үстімен түгел сплошной аяққа дейін білекке дейін түгел термо. Өзіме алдыңғы жолы берген, алдыңғы видеодан көрсеңіз болады, лосина түрін бердім. Ол кезде тек бел аймағында ғана термосы болған, ішіндегі мындай сұр несі. Мынада түгелмен. Так, екеуінің бағасы 6103 теңгеге шықты. Шамамен 3000-нан келіп тұр екеуіне. Качествосы жақсы, інілерім киіп қолданып жүр. Жақсы терлетіп, күшті ұнады деп айтты. Келесі, мына өзіме алған, балаларыма өзіме алған электронный градусник. Градусникті білесіздер ғой, балаларға уже шыдам жетпейді ғой, бір 2 минутқа, 3 минутқа қолтықтарына сақып қоюға. Соған осындай қашықтықтан немесе жақындатып та істеуге бола беретін электронный градусник алдым. Осындай 3 положениеде көрсетеді, еще цветі бәрі өзгеріп тұрады. Мына жерде инструкциясында бәрі бар, несі бана зарядкілейтін түрімен алдым, батарейкамен де бола береді. Бағасы бар болғаны 1050 теңге. Бізде бұлар қанша екен білмеймін, бірақ примерно 7000-8000-нан көргем Каспийдан. Енді салмағы ондай қатты көп емес. Маған ұнады, күшті жасап тұр, главный. Бұны істедік, үйге барғаннан кейін обычный градусникпен де өлшеп қарадым. Дәл шығарып тұр, жанындағы нелерін білмедім, мен былай шұқып басып тастадым. Бұлай жақсы келді. Магазин проверенный. Ссылкаларын бәрін описание қалдырам. Сол жерден көрсеңіздер болады. Комментарий жазып достарыңызбен бөлісіңіздер.